Баршаңызға сәлем, менің құрметтілерім. Менің арнама қош келдіңіздер. Мені әрдайым қолдап келе жатқандарыңыз үшін мың алғыс. Бүгін осындай өте дәмді, екі ағзаттан тұратын балмұздақ дайындаймыз. Бізге осындай пакеттегі ұнтақталған балмұздақ қажет. Мен баблгам дәмімен алдым. Әр түрлі дәмдері бар. Өзіңіз ұнатқаныңызды аласыз. Бағасы 400 теңге. Одан кейін сливкидің 33%-ді 300-400 мл осылай ыдысқа құйып, оның үстіне жаңағы ұнтақ балмұздағымызды салып, жақсылап миксерлейміз. Менде сливки 600 теңгеге шықты. Сонда жалпы балмұздақтың құны 1000 теңгеге шығады. Мен үнемі балаларға осы 33%-ді сливкимен жасап беремін. Өте майлы, дәмді шығады. Егер сливки қолданғыңыз келмесе, 6%-ді немесе 10%-ді сүтті пайдалансаңыз да болады. Өте дәмді шығады. Осыны жасап қойсаңыз, үйде балаларға өзіңіз 2-3 күнге жетеді. Алып бере бересіз морозильниктен. Әрдайым магазинге барып сатып алудың қажеті болмайды. Осылай әдемі болып қоюланады. Енді осының бетін жақсылап тегістеп, қақпағын жауып, морозилкаге, яғни тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қатқанша қойып қоямыз. Міне біздің балмұздағымыз дайын болды. Енді өз қалауларыңыз бойынша әсемдеп, осындай өздеріңіз қалаған ыдыстарыңызға салып, балаларыңызға бере берсеңіздер болады. Егер сіздерге видео ұнаған болса, және де видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, достарыңызға, таныстарыңызға, туыстарыңызға, WhatsApp, Instagram, TikTokта бөліссеңіздер болады. Ол кісілер де өзінің балаларына жасап беріп, жақындарын қуантсын. Осындай балмұздақты салатын арнайы өзінің құралы болады, домалақша етіп. Егер сондаймен салсаңыздар өте әдемі шығады. Менде ол болмай қалған соң қасықпен салдым. Және де бетін осындай кофемен әсемдедім. Сіздер какаомен немесе ертілген шоколадты құйып та әсемдесеңіздер болады. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.